ревматоидный артритке тыныс алу мен соғысу ең көмектесетін. Содан кейін медитация, содан кейін шөп дәрі. Жалпы осы 16 тәсілдің бәрі биенің сүті де, түйенің сүті де иммунитетті көтеретін, бүкіл бактериялармен күресетін. Бірақ ең үлкен жаттығу тыныс алу жаттығу да. Мысалы, интерлейкин, ревматоидный артрит деген не? Ол аутоиммундық ауру. Аутоиммундық деген, ауто деген өзі, иммунитет деген иммунитет. Иммунитет сені қорғағанның орнына өзі шабуылды жасап жатыр. Оны тоқтататын үшін иммуносупрессор, иммунодепрессант дейді. Иммунитетті мынау әскер болатын болса, мынау біздікі, біздің өзіміздің ағзамыз тиіспе деп оны тыныштандыратын дәрі салады. Ол химия, және өте қымбат. Үнемі салу керек. Сондықтан ана беретін дәрілері де сол. Метаджек, метросек, оның бәрі кішкене ауырсынуды басады. Ал енді сіз тыныс алып іште ұстап отырған кезде 30 рет жасадыңыз. Деп отырған кезде қанда интерлейкин 10 деген атын сөйтіп қойған. Ол неме дегенде, ол өзіне шабуыл жасап атқан иммунитетті тыныштандырады. Сол кезде ревматоидный артрит сияқты аутоиммундық аурулар жазылады. Бірақ оны медитациямен, соғысумен бәрін комплексін жасау керек.